Біреудің абыройын төгу өсімқорлықтан да үлкен күнә екенін білесіз ба? Кей кездерде әзіл қалжыңменен, өлең сөздерменен, мысал келтірулерменен біреудің абыройын төгіп жатамыз. Жақсылар, бұл үлкен күнә. Қорлау, мазақ қылу, бұл үлкен күнә. Балағаттағанмен бірдей екен, боқтағанмен бірдей екен. Осындай жолдардың барлығы өзінің жаңағыдай әзіл қалжыңдар араластырып, кей кезде ойнап күлеміз деп, кей кезде мазақ қылып жіберетін жағдайлар болады. Жақсылар, досыңыз бар ма, туысыңыз бар ма, бауырыңыздың абыройын төкпеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты: біреудің абыройын төгу, хадисте айтып отыр, мұсылман бауырыңның абыройын төгу өсімқорлықтан да үлкен күнә деді. Әзіл қалжыңменен өлең сөз шығарып, әзіл қалжыңменен мазақ ету, ол ең үлкен қорлау деді. Ең үлкен қорлау деді. Аңыз әңгімелер, ертегілер айтып ғайбаттау, бұл балағаттағанмен бірдей деп айтты. Сөгу балағаттағанмен бірдей деді. Жақсылар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы бір хадисі, бұл сүннет жолы, абыройды сақтау керек. Мұсылман бауырыңыздың абыройын сақтаңыз. Құран-ы Кәрімде Худжрат сүресінің 11-ші аятында айтады: бір-бірлеріңді мазақ етпеңдер дейді. Бір-бірлеріңді мазақ етпеңдер. Мүмкін ол адам сендерден жақсы адам шығар дейді. Сендерден де жақсы шығар дейді. Әні жақсылар, білмейсіз ғой сіз, ол адамның қандай құпиялы жақсы амалдар бар екенін білмейсіз. Құдайға қандай жақсы Аллаға жақындап жүргенін білмейсіз. Халыққа қандай жақсылық жасап жүргенін білмейсіз. Мазақтауға болмайды. Жақсылар, мұсылман адам тілімен де, қолымен де ешкімге зиян келтірмеген адам дейді. Зиян тигізбеген адам мұсылман. Мұсылмансыз ба, тіліңізбен де, қолыңызбен де ешкімге зиян тигізбеңіз. Жақсылар, біреудің абыройын төгу, өзіңнің ақиретіңді төгу, сауабыңды төгу, жақсылығыңның барлығын жоқ қылу. Абыройды төкпеңіз, мұсылманның абыройын сақтаңыз.